Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода болмыш өмірінің 14 бөлімін түсіретін боламын. Алдыңғы бөлімде айттым, мен келесі бөлімде Захватқа семьямен бірге барамыз деп. Енді дәл сол момент келді достар. Бүгінгі серияда мен Захватқа семьямен Захватқа баратын боламыз. Енді видео ұзақтау болып шықты. Міндетті түрде лайктарны басып бағалап кетесіңдер деген ойдамын. Ал мен көп сөйлемей видеоны бастаймын. Видео бастамас бұрын сені Калининград серверіне шақырамын. Регистрация кезінде Еркош хан деген негімді тіркеп, сосын ойынға кіргеннен кейін /promo деп жазып, менің ера деген промокодымды жазатын болсаңдар, сендерге үлкен бонустар береді. Короче, достар, мінекей строй жасап қойдық замдарыммен бірге, и машиналарды шығарып қойған болатынмын. Мінекей қазір осы машиналарға отырып алып, вышкаларға баратын боламыз. Міне ровный строй, міне строй жасап қойдық. Мынақта қаншама балалар бар, нормально достар. Мынақта примерно 15 баладай шыға ма екен? Бір 12-13 бала бар шығар, примерно бар. Енді короче қазір 10 минуттан кейін вышка басталады. Соған қазір дайындалып бәріне оружие, броня беріп қою қажет. Достар, все, мен барлығына броня, оружие беріп қойдым. Все, міне барлығымыз 4-4-те машиналарға отырып алдық. Все, достар, барлығы дұрыс. Енді мына адамдар айтқан тыңдамай жатыр ғой, мына балдар. Уже надоел бар ғой. Тыңдандар шеш айтқанды, ё-моё, отыр. Мен қасыма анау қасында геликте орын бар ғой, все отырды. Ё-моё, шаққа тыңдады ғой айтқанды. Мына Нурик деген бала бар ғой, лучше бармай-ақ қойсын. Ода броня, оружие жоқ, атсалмайды походу. Давайте өзіміз кеттік енді ше, вышкаға барайық бірінші. Вышкаға да келіп қалдық, достар. Вышка уже басталып кетіпті. Енді мынау қызыл вышканың қасына артына тұрып алайық осылай. Так, мына жақта екі адам бар екен, екі адамны қазір айыратын боламыз, екі адамны көтінерамыз, короче. Не көріп тұрсыңдар? Так, айырып тастақ. Ё-моё, біздің балалар уже өлтіріп жатыр, прикинь, молодцы, молодцы. Давай, маған тұтқын несі? Қуама. Атпанда шеш, ё-моё, өзімізге атып атқан дес. Достар, міне барлық талпа болып бәрін айырып кеттік. Өзімізге атпандар деп жатыр ма, то бір мынақта новичоктар көп, өзімізге атып тастау мүмкін, білмей. Так, болды, вышка пока что наш. Қазір адам келіп жатса, видеоны жалғастырамын. Все, достар, каракино вышка наш, міне 1400 очкомен алып кеттік. Все, енді бұл шамалы, енді бізге қиындау болған жоқ. Атпор көрмейміз ешкімді негізінде. Көп алып атсам ренжімеңдер, достар. Короче, енді мына машиналарға отырып алып, біз қазір Гарельге баратын боламыз, Гарель фермаға. Мен рульге отырамын. Қазір балдары отырғанын қадағалау қажет. Ё-моё, қуама мынау. Мен рульге отырам ғой. Аналар жолды білмейді ешкім. Мынақта көбісі новичоктар біздің семьяда. Міне қасыма отырып ал, молодец. Енді үстіде что-то захват канты дейма. Ё-моё, контейнер керек емес пока. Сендерге қызық болсын, біз Гарельге барып асық. Контейнерге барсаң ешкім атыспайды, уақытта дейтін ешкім жоқ көбісі. Так, енді Поршқа отырыңдар. Міне геликте орын бар екен, геликте екі адам орын бар. Соған отырыңдар. Ё-моё, достар, боқтап атсам ренжімеңдер бар ғой. Олар вообще тыңдамай жатыр адамды. Отырыңдар шеш, болды. Енді кеттік. Міне біз дейтін арзамас постта осылай жинақталып аламыз, бір-бірімізді күтіп. Енді короче айтайын артымнан жүрсін деп, ато бәрі шыбырып жан-жақтан кетіп қалуы мүмкін. Так, артымнан жүрін деп айтып жатырмын. Енді қазір артымнан жүру қажет. Қазір бірге Гарель фермаға кіріп кетеміз, бәрін айып тастаймыз. Ато жан-жақтан шыбырып атса, тігіліп келіңдер шеш. Давай кеттік, ал ішіне кіреміз ал. Давай, болыңдар, ё-моё. Короче, міне Гарель фермаға да келіп жеттік. Мына жақта басқа фаманың адамдары атысып жатыр екен, атыса берсін. Біз арт жақтан, короче, крисовать етіп, оларды атып тастайтын боламыз. Давай, кеттік, рашым. Давай, кеттім, өзім кетіп баратырмын. Так, мына жақта мынаны өлтіртпесек күтақындай болған Эмилияны. Өлтіреміз. Мына түймей отыр ғой. Давай, ат. Ема, өлтіріп таған несі, Сабиғат. Біздің семьядағы бала мені өлтіріп таған ес. Ё-моё, Сабиғат, чоза, ені білейін.
өліп қалдық па енесемші. Айтпақшы достар, бұл ерашаға данша салмай жүргендер болса, сендерде детский Каспий немесе кивида идентификация болмаса, мен сендерге данша жасап беретін боламын. Обязательно описаниедағы тұрған менің ВК-ма жазыңдар, еще менің отзывтарым бар, қарап кетсеңдер болады. Гарель ферманы ұстай алмай алдық достар, мен шамалы демала тұрайын деп шештім. Семьяға крузаға алайын деп жатырмын, міне көріп тұрсыңдар. Мына жақта прошивка спорт бар, семьяға дерзкі келеді, 6 миллионға стоит деп ойлаймын. Комментарияға жазып кетіңдерші достар. Toyota Land Cruiser 200 и спорт прошивкамен 6 миллионға стоит па. Міне осыны алдық достар семьяға. Қазір қызыл түске бояп қоятын боламын, тема болады сол кезде. Мен мына жақта стайлинг центрде крузактың цветін ауыстырып жатсам, біздің балдар вышканы ұстапты, молодец. Карякино вышканы ұстаған. Енді мен крузаққа енді цветін ауыстырдым. Енді так. Мына 666 деген номерді қойып қояйық. Оппана, болды, соска болды. Шамалы бала болып, завод Пусаеваға қарай келдік ұстайын деп. Енді, шанс бар ма білмеймін пока что. Міне 4 бала болып келдік, айыратын боламыз енді. Так, фам-склад деп дайындап қойдым сразу. Қазір бранжилет алуға. Давай, кеттік, атамыз ал. Так, мынаған ата тұрайын. Опа, өлтіреміз. Атыс отқан кезде жағаласы болса кіріп кету керек қой. Өлтіреміз достар. И опана, все, өлтірдік достар, убей врага. Болды. Енді бранжилетімді алып алдым, дұрыс. Енді, тағы да... Ё-моё, гелик не істеп жатсың? Ona біздің семьядағы бала ма сондай? Так, мына өлтіріп тұрсақ достар. Мә, бранжилетін тесіп жатыр, тоқташы, гелик мешет етіп жатсың ғой маған. Бранжилетімді алайын, тез қашып, жаңға қашайын да, бранжилетін тез алайық. Ё-моё, қасымда біреу атып отқан ес. Мә, мына гений екен бар ғой. Анау бізге көмектесіп жатыр, мына гелик бар ғой. Ал анау болса сол кезде келеді де бранжилет алып алады. Мә, гений ғой мынау вообще. Қараңдаршы, бранжилет алып көрдіңдер ма? Гений. Вот это гений достар. Не, ё-моё, бранжилет алу керек дейсіз. Осыда, ё-моё, не істеп отыр мынау? Тез алайық бранжилетімізді. Все, алдық. Енді кеттік ал, арамыз. Манаға менмен келген балдар қайда? Өліп қалды ма? Ё-моё. Мен бранжилетін жарты жоқ, еще патронда 10 штук қалды. Давай, айрамыз. Мә, чоза. Қалай өліп қалдым мен? Түсінбей алдым ғой. Достар, устрой жасадым, міне балдарды жинадық. Все, енді вышкаға кеттік. Вышкаға да келіп жеттік достар, мінеке талпа болып. Мына жақта адам бар екен. 4 адам бар екен достар, айырамыз. Ёпта, айырам бар ғой. Айтпақшы достар, бізде дробаш ашылды. Бұл дробашты мен семьяның оружиясын улучшить еттім. Содан кейін бізге дробаш ашылды. Кайф. Адамды бронясыз 2 оқпен өлтіреді. Міне, мынаны өлтіртсек, тек қашып жүр ғой. Давай, өлтіріп тастаймыз. Болды, изи өлді, походу. Все, өліп қалды. Енді болды, міне дробаш кайф екен достар. Скоро тағы да улучшить ететін боламын, қандай оружиялар шығады. Мысалы, электрошокер, анау мына шығатын шығар, мүмкін көреміз. Все, улучшить еттім. Ана жақта біреу өлтіріп жатыр ғой. Ёпты. Міне. Айрам газ. Ё-моё. Дробаш. Все, өлтірдім бұны да 0. Шаққа өлтірдім ғой. Гера. Мынау. Не істеп жүрім мынау? Мені басып. Мешет етіп жүргенес. Да, кеттік міне. Мына толған балдар біздің балдар. Так, неше? 10 бала бар екен, 11 бала. Все, изи бұл вышка подряд наш болып келе жатыр. Пока завод, гарель дегенді ұстамадық. Енді алдағы уақытта ұстаймыз деген ойдамын. Достар, болды, бұл вышка наш болды. Міне Хан Empire. Енді мына балдарға қазір разрешение беріп жіберейін. Так, бранжилет беріп жіберейін қазір. Так, 300, 631, 2 штук бердім бранжилет. Енді мынау машиналарға отырып алып, қайтадан гарельге баратын боламыз. Все, міне гарельге келдік. Ё-моё. Исе артына шығылайық, все. Енді айырамыз. Отырып жүргенес. Давай, кеттік. Біздің балар уже өліп жатыр ма не? Сам подлеткен уже бір бала өліп қалды. Мына жақ неше адам?
ема 4 адамда жүр екен, давай өлтіріп тастайық. Біз көппіз ғой, мыналарды өлтірейік давай до конца. Мә дробаш, не істеп жатсың? Анау мәш, көрдіңдер ма достар? Ё-моё, мен кәдімгі сөйлей алмай жатырмын, мынада айымба сразу атпады, көрдіңдер ғой. Фрап түсіріп алдым, енді анаған жалбы лақтырам. Достар, бұл Гарельді де біз алмай қалдық. Бір балдар айтып жатыр, софтер келді, анау мынау бізді айырып жатыр деп. Біздің балдар подряд өліп жатыр, был убить деп. Короче, бір читерлер келген, оларды айырып кеткен ғой. Достар, тағы да попытка завод Бусаеваға. Енді көреміз қазір, ұстаймыз да ұстамаймыз да, уже шаршап кеттім достар. Шыны керек, біздің фамада көбісі новичок боттар. Даже атсу түгілі семьядан қалай оружие алу керектігінді білмейді. Ё-моё, кәдімгідей жаман шаршап кеттім. Нервымды құртып жатырмын бар ғой, мына балаларға. Новичоктар көбісі оружие қалай алуды білмейді. Ё-моё, давай кеттік енді. Айырамыз деген ойдамын, давайте. Сразу рашқа кіреміз, а то аз-ақ минут қалды, 2-ақ минут қалды. Сол 2 минуттың ішінде айыруымыз керек. Так, фам склад деп дайындап алдым, өйткені қазір бронежилетім сынып қалса, сразу алып алатын боламын. Дек, мына жақта 2 адам бар екен, ішінде 2 адам бар. Давай, ана жерде тұрып көріңдер ма, тығылып тұр. Ешқайда жоқ, жан жағымызда адам жоқ. Енді қазір смело раш етіп керек. Барлығын айтып отырмын, кіріп кетіңдер шеп. А то, ё-моё, кірмей жатыр ғой мыналар. Тұрып алған мына жерге. Адам тыңдамайды ғой. Кеттік. Мына адамды өлтіріп. Оппана, мынада броня жоқ. Өлтіреміз. И оппана, всё. Өлтірдім. Бронежилет тез алайын достар. Так, бронежилет. Ё-моё, алдым бронежилет. Атыңды шиш. Ат. Аф көтірмана. Всё. Өлтірдік. Ё-моё, анақта біреуде электрошокер бар. Бронежилет алып аламыз. Сес. Бронежилет. Мә. Чоза. Кім атып кетті мені? Мен бір баланың артында дүредім ғой, қалай өлтіріп кетті мені? Жаман түсінбей алдым бар ғой. Ё-моё, чоза не болып кетті вообще? Так, достар, біздің күшіміз походу вышкаға ғана жете ма? Ё-моё, заводқа күшіміз вообще 100% жетпейтін сияқты ғой, біздің күшіміз бар ғой. Ё-моё, заводқа подряд барып жатыр. Вообще дейтін тірі қайтпаймыз ғой. Больницадан шыға береміз. Давай, кеттік қазір. Міне вышканы ұстадық, бұл вышканы. Енді келесі фермаға кеттік. Гарельге де келіп жеттік достар. Айтпақшы достар, ё-моё, сендерге күш жаңалығым бар. Біздің фамада оружие склады улучшить етіп едік. Бізге MP5 берді. Ё-моё, дерзко кәдімгі алыстан атсақ дерзко өлтіреді. Міне алыстан атып жатырмын. Өлтіреміз. Оппана. Көрдіңдер ма достар? Алыстан атуға бұл өте тема оружие. Всё, мұны өлтіреміз достар. 3-ақ адам бар ішінде. Төбеге мініп кетейік. Так, мына адамды өлтіреміз. Кайф қой мынау. MP5 деген, ё-моё. Кешіріңдер, сендерге тиіп кетіп жатса. Өлтірейік та, ана ГИБДД дегенді өлтіріп тастау керек. Ананы тоже өлтіріп тастайық. Всё, Шипкив дегенді өлтірді. Енді ма жаңа ГИБДД қайда? Өзімізге атпаңдар достар. Мынау семьядағы балдар өзімізге атып жатыр ғой. Новичоктар көбісі түсінбей атқан шығар мүмкін. Мына Голден дегенді өлтіріп тастайық. Соңғы адам походу. Ё-моё, олжас. Ой, ё-моё. Похи, бір-ақ адам ғой. Жүре берсін, олжас дегенге байқамай атып қойыппын ғой, жаңа алдына тұрып алды. Аптечка же десем де тыңдамай жатыр, көрдіңдер ма достар, көбісі новичоктар түсінбейді. Енді, міне, бұл Гарель наш па, білмеймін. 2 минут қалды. Пока что қазір келіп атса, ё-моё, айыратын боламыз. Так, всё, Гарель ферма наш деп балдарға айтып жіберейік достар. Всё, міне, біздің балдар так, неше адам? 6 баламыз біз вышкада. Оппана, мына жақта біреу рисовать етіп келе жатыр ғой біреу. Оппана, всё, атамыз осылай. Көрдіңдер ме? Так, тағы қасына бар олайық та, өлтіріп тастайықшы. Патрон аз қалыпты ғой. Өлтіреміз достар. Оппана. Өлмей атқан несі мынау? Ёп. Бұтақындай болып. Қашып кеткенес. До конца жүгірем. Айырам қазір. Мә, өлмей атқаны күтақындай қыпсы қалды ғой. Өлтіріп тастайық достар. Оппана.
Ипа бронь алып үлгеріпті ғой. Сонда да 0 соң ғой өлтіріп тастадым. Айтпақшы міне мут екен ғой. Все, міне Гарель наш походу. Біздің балдар ұтты ма екен? Опана, ана жақта біреу атысып жатыр. Оған көмектесіп жіберейік. Так. Біздің 5 адам қалыпты. Опана, АК деген асықпы қалыпты ғой. Өлтіреміз. Мә. Өлтірем. Все, 0. Мә, кәдімгідей атса алмайтын болып қалыппын ғой. Ё-моё. Все, походу, бұл Гарель наш. 20 секунд қалғанда мына жақта бір фама келіпті. Давайте өлтіріп тастайық. Мынаны тігідік өлтіреміз. Менде асықпы қалды достар. Қаш. Өлтіріп тастаса вообще 5 секунд қалғанда өлтіріп тастаса, ё-моё, еңбегіміз зая кетеді. Сондықтан міне бронежилетімізді алып алдық та енді айырамыз. Міне голден деген сап-сары фама надоел, өлтіріп тастаймыз. Все, изи 0. Болды, міне көріп тұрсыздар, Гарель ферман наш. Достар, Хан Empire фамасына кірем деушілер болса, Калининград серверіне ойында 73 деген симптома немесе описаниядағы тұрған ВК-ма жазыңдар. Сендерді фамаға қосатын боламын. Фамилияларың Хан болса, екінші ранг тегін беремін. Достар, фамада вообще көбісі новичок боттар, поэтому стрелоктарды шақырамын фамаға, сендерге 3 ранг тегін беретін боламын. Обязательно мен ВК-ма жаз.